Қыз ұзатуға тілек. Қазақ қызын қашанда қадір тұтқан, қасиетке балаған, төрін ұсынған. Себебі қыз өріс, қыз кие, қыз ұлттың ұяты, қыз халықтың шырайы, қыз өмірдің бастауы, қыз тіршіліктің тірегі деп таныған. Бұл қасиеттер қыз ғұмырдың пешенесіне әуел бастан-ақ бұлжымастай етіп жазылғандай. Ал сол ақ үрпек балапанын аялы алақаннан ұшырарда қай атананың болмасын көңілі толқып жан тебіренісіне түсері хақ. Сосын өзегін жарып шыққан балапанына құтты орныңа қонып, бағың ашылсын деп жаратқаннан тілек тілеумен болады. Міне, бізге бүгін дәл осындай керемет сәттің куәсі болуды Алла тағала бұйыртқан екен. Міне, бүгін біздің қызымыз ата-анасының ұясынан ұшып, жүрегінің қалау өмірлік серігімен қол ұстасып, қызығы мен қиындығы қатар жүретін үлкен өмір жолына аттанғалы тұр. Сөйтіп ата-анасының өрісін кеңейтіп отыр. Отбасын құру бұл бір үлкен абыройлы іс. Абыройлы іске биік рух керек. Барған жеріңде бағың ашылсын, шаңырағың биік, босағың берік болғай. Екеуің қазақтың үлгі тұтар отбасына айналыңдар деп тілеймін. Айналайын кеу бола. Біздің қыз ақ үрпек балапаным деп отырған ата-анасын тастап, бір құрсақтан шыққан бауырларын тастап, бір сендеп кетіп бара жатыр. Бір сендеп әке-шешеңе қызмет етіп, келген қонағыңды күтіп, жылы төсегін салып, қысқаша айтқанда жан тыныштығың болуға бара жатыр. Осы амалдарды жасауға басқан әрбір қадамын бағалағайсың. Ал сен, қызым, сені бағалаған адамды құрметтегейсің. Біріңді бірің түсінікпен қарасаңдар, сендерден керемет үлгілі отбасы шығады деп ойлаймын. Сендердің үбірлі, шүбірлі болуларыңа тілектеспін. Дәл осындай той әрбір шаңырақта болуды нәсіп етсін. Той тойға ұлассын.